Саламатсыздар ма, құрметті менің студенттерім. Бүгін сіздермен біз реал анализ сабағының практикасындағы шығарған есептерді соны талқылап бастайтын боламыз. Алғашқы есептер ол ашық және тұйық жиындарға қатысты есептер, соның қасиеттерін арналады. Сонымен бірінші есеп ол мынандай есеп. Бірінші есеп let G1, G2, etc. Gn, be open sets. Then their union, let's call it G, intersection, J from 1 to the N, G, J is open set. Осындай есеп, яғни ақырлы G1, G2, Gn ашық жиындар берілсе, онда олардың қиылысуы, яғни ақырлы қиылысуы, ол ашық жиынды береді. Ашық жиынды береді. Енді осыны дәлелдеп көрейік. Proof дәлелдеп көрейік. Дәлелдемес бұрын біз еске түсірейік ашық жиынның анықтамасын, өйткені бұны дәлелдеу үшін біз сол ашық жиынның анықтамасын пайдаланамыз. Ашық жиынның анықтамасы G is open, G жиынын ашық жиын деп айтамыз. Мынау анықтама. Кез келген элемент алсақ, G-дан кез келген элемент алсақ, онда табылады бір радиус, сол радиустағы шар центрі X-те орналасқан, толықтай G-да жатады. Яғни бұл нені білдіреді? Ашық жиынның кез келген элементі өзінің белгілі бір маңайымен жатады деген сөз. Белгілі бір маңайымен жатады. Кез келген емес, белгілі бір маңайымен жатады. Енді тура осы анықтаманы біз маған пайдаланамыз. Кез келген бір элемент алайық, G-дан, онда не болады? Онда бұл X бізде мына ақырлы қиылысуға жатады. Өйткені G дегеніміз осы ақырлы қиылысуды білдіреді. Бұл деген не сөз? Егер X мына J-лардың қиылысуында жатса, онда барлық J үшін бұл X осы J-ға жатады. Сосын бұл ұқпау керек. J's are open sets. Яғни J-лар ол ашық жиындар. Ондай болатын болса, табылады бір эпсилон. Бізде мынау J деген көп. Сондықтан эпсилон J деп белгілейік. Табылады бір эпсилон J open сеттің анықтамасына сәйкес, который қалай болады? Бір бол J, радиусы эпсилон J-ға тең, центрі бізде X-те орналасқан, толықтай неге жатады? G-ға жатады. Яғни X әрбір G-ға тиесілі болғандықтан, әрбір G-дан бір маңай табылады, толықтай осыған жататын және центр X-те орналасқан. Әрбір үшін. Демек біз егер эпсилонды осыны мына эпсилон J-лардың ең кішкентай деп алсақ, эпсилон 1, эпсилон 2 кете береді. Эпсилон J, эпсилон N кішкентай деп алсақ, онда
эпсилон ала аламыз және кешірім сұрайын, ала аламыз және мынау шар эпсилон радиустағы центр x орналасқан бұл барлық эпсилон j деген шарлардың центр x орналасқан солардың сабсеті болады. Ал бұлар g-жайларға сабсет. Демек, мынау бір шар табылады, который барлық g-жайларға тиесілі. Бұл нені білдіреді? Бұл деген сөз, бұл шар қайда орналасады деген сөз, олардың қиылысуында орналасады деген сөз. Бірлерінен ғали g-g. Демек, бұл шар қайда жатады? Бұл шар g-да жатады. Дәлелдеу аяқталды. Яғни біз нені дәлелдедік? Анықтамаға сәйкес кез келген нүкте алдық g-дан. Және бір эпсилон табылатынын көрсеттік. Сол радиустағы шар центр x-те орналасқан толықтай неде жататынын көрсеттік, g-да жататынын. Яғни g open set болып аяқталды. Тамаша. Енді келесі есепке көшейік. Келесі есеп мынандай. Қазірге мынау жазған есебін тұра берсін, мен тек дәлелін ғана өшірейін. Келесі есеп мынандай. Let f1, f2, etc. Fn be closed sets. Then if their finite union j from 1 to the n, if j is closed set. Яғни ақырлы тұйық жиындар берілсе, онда олардың ақырлы бірігуі ол тұйық жиынды береді. Енді дәлелдеу өте қарапайым. Бұл жерде біз De Morgan's Law деген қолданамыз. Яғни, мынандай анықтама бар тағы. Мынандай анықтама. F is closed if its complement, if its complement additives, if complement additives is open. Стейннің кітабында осындай анықтама берілген. Яғни біз Стейннің кітабы бойынша оқып жатырмыз. Ол кітапта F тұйық жиын болады, егер оның комплемент open болса деген. Тура осыны пайдаланамыз. Яғни бұлай болады. F-тің комплементін қарастырамыз. Ол деген сөз, мына ақырлы бірігудің соның комплементі деген сөз. Ал De Morgan's Law деген қолдансақ, онда біздің бірігуіміз қиылысуға ауысады және F-жейлердің комплементіне түседі. Комплемент F-жеге түседі. Сол кезде мына бірігу қиылысуға ауысады. Ал есімізде болса, F-жейлер бізде closed болған еді. F-жейлер closed. Онда F-же комплемент анықтама бойынша open. Ал open жиындардың ақырлы қиылысуы ол open болғандықтан ақырлы мынау open болады. Яғни De Morgan's Law'ның, De Morgan заңдылығының арқасында біз мынау екінші есепті оп-оңай көрсете алдық.
оп-оңай көрсете алдық. Енді бізде осыларға мысалы мынандай сұрақ туындайды, осыларға біз мынандай кері мысалдар көрсетеміз. Бізде мынандай сұрақ туындайды. Мынаны қарастырсақ не болады? Мынандай қазір мыналарды өшіріп жазайын. Мысалы мынандай болса. Шексіз көп болса олар, шексіз көп болса B open sets. Онда мынандай сұрақ қоямыз, мынандай сұрақ қоямыз. Is G шексіз open? Осындай сұрақ. Дәл осындай сұрақты біз екінші есепке де қоя аламыз. Мынау жылжытсақ, шексіз кете береді, сан алынды болсын. B closed sets is F infinity closed. Осындай сұрақ. Енді, яғни мынандай дейді. Біз жаңа ақырлы ашық жиындардың ақырлы қиылысуы ол ашық жиын болады деп айтқан едік. Ал енді олар көп болсын, шексіз көп, олардың шексіз қиылысуы ашық бола ма? Ал тұйық жиындардың шексіз бірігуі тұйық бола ма? Осының алдында олардың ақырлы бірігуі болса, онда олар тұйық деп айтқан едік. Енді бұл сұрақтың жауабы мынандай. Жоқ, бұл барлық кезде орындала бермейді. Бұған контр пример көрсетуге болады. Біріншіге есепке, мысалы, мынандай контр пример қоюға болады. Мысалы, GN деген ашық жиындарды мынандай қабылдаса болады. Мысалы, 1 азайтылған 1 бөлінген n. Сосын 2 қосылған 1 бөлінген n деп алсақ болады. Онда бұлардың шексіз қиылысуы n тең 1-ден шексіздікке дейін gn, ол бізде тұйық жиынды беріп қалады. Яғни 1 мен 2 тұйық жиынды беріп қалады. Неге? Себебі мынау 1 азайту 1 бөлінген n деген ол 1-ден кіші болып жатыр да. Және n шексіздік ұмтылған кезде ол 1-ге қарай ұмтылады, бірақ мынау 1-ге жетпейді. 1-дің сыртында тұрады да, сол жағында. Ал мынау n 2-ден үлкен сан, мынау. Сосын n шексіздік ұмтылған кезде бұл 2-ге қарай ұмтылады, бұл оң жақтан ұмтылады. Бірақ ешқашан 2-ге жетпейді. Яғни бұлардың бүкіл жиындарының қиылысуы 1 мен 2-ні қамтиды. Сондықтан мынандай тұйық жиын пайда болып қалды. Ал екінші сұраққа да жоқ деп жауап береміз, және оған контрпример көрсете аламыз. Мысалы, fn дегенді біз былай аламыз, тұйық жиын аламыз, closed сеттер ғой себебі. Мысалға қандай алсақ болады? Мысалы, 1 қосу 1 бөлінген n деп алайық. Ал мынаны 2 азайту 1 бөлінген n деп алсақ. Екеуін ұқсас қылып алдым. Бірақ мына жерде қарап отырсақ, бұлар мынау 1-ден үлкен болып тұр. 1-ден үлкен болып тұр. Ал мынау 2-ден кішкентай болып тұр. 2-ден кішкентай. Яғни 1 мен 2-ның ортасында жатыр да. Сонда n шексіздік ұмтылған кезде мынау 1-ге ұмтылады, мынау 2-ге ұмтылады. Яғни 2 жаққа қарай кетеді. Бірақ ешқашан 1 мен 2-ге жетпейді. Сондықтан бұлардың шексіз бірігуі, 1-ден шексіздікке дейін, fn, ол ашық жиынды береді, 1 мен 2 деген. Бірігуі ашық жиынды береді. Себебі бұл ешқашан 1-ге тең болмайды, ал мынау ешқашан 2-ге тең болмайды. Шексіз бірігуі ашық жиынды беріп кетеді.
осындай кері мысалдар. Бірақ мынандай бар, бірақ мына нәрсе орындалады. Мына егер ауыстырсақ, мына екеуін, онда орындалады. Онда орындалады. Яғни қалай ауыстырсақ? Қалай ауыстырсақ орындалады. Ол орындалады. Мына жерде бірігуді алсақ, мына жерде қиылысуды алсақ, G is open set болады. Is closed set. Яғни мынандай шексіз көп ашық жиындар берсе, олардың шексіз бірігуі ол ашық болады. Шексіз көп тұйық жиындар берсе, онда олардың қиылысуы онда тұйық болады. Біріншісін дәлелдеп көрейік. Proof, мынау үшінші есеп, ал мынау төртінші есеп. Proof of 3 деп қояйын, үштің дәлелі. Төрттің дәлелі, жаңағы Де Морган заңдылығын қолданып, жеңіл ақ шығады. Енді анықтама қолданайық. Кез келген x-ті алсақ, G-дан анықтаманы біз осының алдында жазған едік. G-ді алсақ, онда x мыналардың бірігуіне тиесілі болады. J тең бірден шексіздікке дейін G бірігуіне тиесілі болады. Онда бір табылады J, қандай да бір, мүмкін барлығына жатады, мүмкін кейбіреуіне жатады, мүмкін біреуіне ғана жатады. Табылады J, X қайда жатады? G-да жатады. G-да жатады. Демек, мынаның open set болғандықтан бір эпсилон табылады. GJ open set қой, демек бір эпсилон табылады. Бір бол, эпсилон радиустағы x-ті центр x болатын ол толығымен G-да жатады. Ал G-де жатады, демек мынандай нәрсе орындалады. Бұл эпсилон радиустағы центр x орналасқан бол, шар, G-ға толығымен тиесілі болса, ал G ол бірігуге толығымен тиесілі. Сабсет болады. Себебі осындай G-лардың барлығының бірігуінен тұрады, оған сабсет болады. Демек, B эпсилон X ол G-ға сабсет болып тұрды. Демек, G қандай деген сөз? Open. Себебі кез келген X үшін бір эпсилон табылды. Сол эпсилон радиустағы шар толығымен G-да жатып тұр. Ал proof of мына жаққа жазайын. Менде тақта жұмалды кішкентай болып жатыр. Proof of 4 ол өте жеңіл. Осының алдындағыдай дәлелдейміз. F closed-тың open екенін көрсету керекпіз. Ол F closed деген мынандай. J тең бірден шексіз, F closed емес, F complement. Кешірім сұрайын. F complement дегеніміз ол мыналардың шексіз қиылысуының комплементі. Ал Де Морган заңдылығын пайдалансақ, онда комплемент FJ-ге түседі, қиылысуымыз бірігуге айналады. FJ комплемент. Ал біздің осының алдындағы дәлелдегеніміз бойынша FJ-лар бізде тұйық жиын болғандықтан оның комплементі open болады. Ал open жиындардың шексіз бірігуі ол open. Демек, is open. Яғни F-тің комплементі open болғандықтан F өзі closed болып шығады. Сонымен сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Пайдалы болса, комментарий жасыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен таратыңыздар. Математиктер үшін пайдалы контент болады деген сенімдемін.